Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире телерадиокомплекс президента Республики Казахстан. И в сегодняшней программе мы обсуждаем единое национальное тестирование. Вопрос, который волнует десятки, сотни тысяч людей в нашей стране, особенно в преддверии его проведения. И сегодняшний гость нашей программы – директор Национального центра тестирования Руслан Емельбаев. Руслан Тухтарбекович, спасибо, что вы сегодня с нами. Итак, единое национальное тестирование. Действительно, очень много и детей, и родителей переживает по этому поводу. Как он в этом году пройдет? Как мы знаем, с прошлого года, с 2021 года, ИНТ у нас полностью сейчас перешел на электронный формат, то есть на компьютерный формат. На бумажном формате мы его уже не проводим. В этом году, соответственно, второй раз мы будем его проводить. Но, конечно, есть новшества, некоторые изменения. Это основное, изменения касаются информбезопасности. И самый главный принцип при проведении ЕНТ, вы знаете, это прозрачность проведения и академическая честность. В этом году ЕНТ у нас проходит, если в прошлом году проходил по принципу один компьютер, одна камера и один тестируемый, то в этом году у нас один компьютер, две камеры и один тестируемый. То есть вторая камера, которая в этом году была добавлена, это фронтальная камера. Основная функция дополнительной камеры, которая в этом году была поставлена, фронтальная камера, это идентификация личности. То есть идентификация личности – это полностью решит проблему подмены лиц. Я, например, могу привести такой факт, например, если в прошлом году, в 2021 году, во время основного ЕНТ у нас было зафиксировано 12 были лиц, которые хотели вместо учеников сдать ЕНТ, то есть в этом году таких подставных лиц во время проведения январского и мартовского ЕНТ у нас, можно сказать, не было. То есть мы полностью это исключили. И также вторая функция этой фронтальной камеры – это звукозапись ведется, а также идет контроль за тестируемым во время ЕНТ. То есть получается, если в прошлых годах была одна камера, сейчас уже будет две камеры, то есть списать вообще никак не получится. Списать не получится, это однозначно, потому что главный наш принцип, я сказал, это проведение ЕНТ очень прозрачно, академически честно. Например, при проведении основного ЕНТ, абитуриентам 2022 года, мы сказали, дали предоставлены две попытки, но тут надо учитывать тот факт, что, скажем, если в одной из попыток ученик попытается нарушить правила, пронести шпаргалку, или во время ЕНТ может переговариваться со своими, рядом сидящими учениками, соответственно, его результаты аннулируются. Даже если, скажем, на первой попытке у него были им нарушены правила, соответственно, автоматически его результаты аннулируются, и он лишается второй попытки. То есть не предоставляется. Если, скажем, первую попытку он сдал нормально, но нарушил правила во второй попытке, автоматически аннулируются результаты второй попытки, также первой попытки, и он не допускается к конкурсу на присуждение образовательного гранта. Что ж, уважаемые абитуриенты, тогда следует вас предупредить. Не надо пытаться списывать. Играйте по правилам, сдавайте все своим умом. И потом, очень важное внимание также мы уделяем и содержанию вопросов, потому что основная наша задача сделать так, чтобы вопросы были ориентированы именно на академическое знание детей, а не на фактологию. С этой целью, например, в этом году по истории Казахстана были введены контекстные вопросы, которые отвечают требованиям обновленного содержанию и которые, можно сказать, помогут детям именно показать свои знания. Это самое главное, одна из новшеств. Также самое главное новшество, которое мы в этом году ввели во время мартовского ЕНТ, это тематический анализ. То есть во время сдачи ЕНТ теперь в личный кабинет каждого тестируемого будет доступен тематический анализ. То есть именно на какие вопросы он правильно ответил, на какие неправильно, и по каким темам были у него вопросы, и насколько он правильно. И это, соответственно, даст нашим ученикам более эффективно подготовиться к основному ЕНТ. Проанализировать полностью это работа с большими данными, Big Data, у нас работа ведется полностью, и эти данные, они доступны сразу же после экзамена. То есть ученик сдал ЕНТ, после ЕНТ сразу в личном кабинете у него доступен такой индивидуальный тематический анализ. Это в пилотном режиме мы ввели в марте, и на основном ЕНТ, соответственно, это тематический анализ тоже будет. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 рет тапсырудың мүмкіндік берілді. Оның не пайдасы бар?
Мен бұл жерде ең басты атап өткім келетіні, негізі қазіргі кезде біздің оқушылар бір жыл ішінде ұбт-ны 4 рет тапсыра алады. 2 рет емес, 4 рет. 4 рет, негізі 4 рет. Жаңа 2 ретке қазір тоқтала кетемін. 4 рет ол қаңтарда, наурыз айында, сонымен қатар бұл негізгі ұбт дейміз. Ол негізінде ереже бойынша 1 рет болу керек болатын биылғы жылы, содан кейін тамызда. Оның үшеуі қаңтар, наурыз және тамыздағы ұбт-ны оқушылар ақылы негізде және оның алған сертификаты жоғарғы оқу орнына ақылы бөлімде оқуға құқық береді. Биылғы жылы түлектердің тарапынан өте көп ұсыныстар келгеннен кейін білім және ғылым министрлігі бұны ескере отырып, биылғы жылы түлектерге де, себебі пандемия кезінде биылғы жылы түлектердің басым бөлігі 10 сыныптан онлайн форматта оқыды. Сондай қиындықтарын ескере отырып, негізгі ұбт-ны, яғни жаз айында өтетін грант ұбт дейді, бұны жалпы оқушылардың тілімен айтатын болсақ, соны биыл 2 мүмкіндік беруге шешім қабылданды. Сондықтан биылғы жылғы 2022 жылғы түлектерде ұбт-ны 4 рет емес, тіпті 5 рет тапсыруға мүмкіндік беріліп отыр. Бұның енді ең маңыздысы ол мына мамыр және маусым айларында біз 2 айды бекітіп отырмыз. Мамыр және маусым айларында өтетін бұл негізгі ұбт. Бұның ең басты ерекшелігі жаңағы біз атап өткен жоғарыдағы 3 ұбт-ның ерекшелігі, бұның нәтижесі бойынша оқушы жоғарғы оқу орнының грант конкурсына қатыса алады. Және 2 мүмкіндікте берілгенде, біріншіден уже биылғы жылғы бір ерекшеліктердің бірі, ол сұрақ бейінді пәндердің комбинациясын ауыстыра алмайды. Мысалы, өзінің келешек мамандығына байланысты физика, математиканы таңдады ма, 2 мүмкіндікте сол бейінді пәнді тапсыру керек. Ол біріншісі. Сонымен қатар бала өз қалауы бойынша 2 сертификаттың ең жоғарғы балл алғанын грант конкурсына тапсырады. Бұл енді негізінде психологиялық және тұрғыдан балаларға жасалынып отырған мен ойлаймын үлкен бір мүмкіндік және жеңілдік. Жаңағына енді 4 емес, тіпті 5 рет тапсырылады. Сол 5-ші рет қашан тапсырылады? 5-ші бізде негізгі ұбт тапсырған кезде шектік балымыз бар, белгіленген межесі бар. Бұл негізгі жалпы ұбт-ның межесі белгіленген шектік балы ол 50 балл алу керек. 140 балл негізгі максималды бар. Сонан 50 балл ала алмай қалса, негізде оқушының жоғарғы оқу орнында тіпті ақылы бөлімінде де оқу құқығы жоқ. Сол себептен негізгі ұбт-да шектік балды жинай алмаған оқушыға тамыз айында тағы бір мүмкіндік беріледі тапсыруға, шектік балды жинауға. Енді тамыз айында да шектік балды ала алмай қалды дейік, мысалы 50 балды жинай алмай қалды, онда оқушы, талапкеріміз құжаттарын алып, жоғарғы оқу орнына барып, шартты негізде 1-ші курстың студенті болып тіркеледі. Одан кейін оған келесі жылдың қаңтарында тағы бір мүмкіндік беріледі. Егер одан өте алмаған жағдайда, сол келесі жылдың наурызында тағы бір мүмкіндік беріледі. Сол себептен негізінде қазіргі былай қарасаңыз, оқушының жоғарғы оқу орнына оқуға бұл үлкен мүмкіндіктер жасалынып отыр. Ол дұрыс. Биыл шекті балл қанша? Биыл шекті балда өзгеріс жоқ. Айтқан жалпы шекті балымыз бізде 50 балл болып қалып отыр. Жалпы ұбт-да қазір кезде қандай мамандық болса да. Қандай мамандық болса да, бірақ бұл жерде бір өзгешелік бар. Мысалы, педагогикалық мамандыққа жалпы ұбт-ның шекті балл 50. Бірақ кейбір мамандықтар бар, оларға ерекше көңіл бөлінген. Мысалы, педагогикалық мамандықтарға шекті балл 75. Ол педагогикалық мамандық бойынша жоғарғы оқу орны ақылы бөлімде оқу үшін де кем дегенде 5 балл жинау керек. Сонымен қатар биылғы жылғы ең басты өзгешеліктен бұл құқық болып отыр. Білім беру саласы бойынша одан да биылғы жылы өткен жылы 50 болған, биылғы жылы 75-ке де көтеріліп отыр. То есть құқық бағыты бойынша оқитын оқушыларға да 75 болып отыр. Сонымен қатар бізде Қазақстанда білесіздер, ұлттық жоғарғы оқу орындары бар. Бұлар Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Астанадағы ұлттық Евразия университеті, оларда 65 балл болып бекітілген. Сонымен қатар медициналық бағытқа бару үшін бізде 70 балл. Осындай нелер бар. Жалпы ұбт-ның шекті баллы және атап өткенде 50. Тестілеуден өтетін ерекше қажеттілігі бар балаларға қандай мүмкіндіктер жасалды? Биылғы жылғы ең басты ерекшеліктердің бірі осы. Мен ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға биылғы жылы біз бірнеше айтатын болсақ, 3 негізгі ерекшелік жасап отырмыз. Біріншісі, осындай ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға біздің республика бойынша қазір кезде бар болған 73 аймақтық тестілеу орталықтар бар. Сол жерде арнайы орындар дайындалып отыр. Оларға ерекшеліктерін ескеріп арнайы орындар дайындалып отыр. Тіпті ол кісілер қазір кезде тіркелу кезінде олар арнайы өздерін белгілейді. Біз қазір кезде ұбт
өтпей жатып тіркелген оқушылардан біліп отырамыз қанша оқушы қандай қажеттілігімен біздің тестілеу орталығына барып тапсырады. Бұл бір. Екінші, ең басты ерекшеліктердің бірі, негізі ұбт-ның уақыты бізде 4 сағат. Жалпы 120 сұраққа берілетін уақыт 4 сағат. Ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға қосымша тағы 40 минут уақыт қосылып отыр. Ол ең басты. И сонымен қатар тағы бір, олардың сұрақ мазмұндары өзгерді. Оларға құрастырылатын сұрақтарды, олардың ерекшеліктерін ескере отырып, жазбасыз, сызбасыз, әртүрлі графикасыз соларға бейімдеп, биылғы жылы оларға сұрақтар дайындап отырмыз. Осындай жасалған жағдайлардың арқасында, мысалы, біз Наурыз ұбт-сын өткен жылғы ұбт-мен салыстырғанда 2021-мен, егер өткен жылғы Наурыз ұбт-ға тек қана 30-ға жуық ерекше білім беру қажеттілігі бала келіп ұбт тапсырса, биылғы жылы ол көрсеткіш 3 есе көбейіп, 100-ге жуық бала келіп ұбт тапсырып отыр. Бұл да мені бәріне тең жағдай жасау, министрлік тарапынан жасалынып отырған үлкен бір жағдайдың бірі. Ал Руслан Тоқтарбекұлы, сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Сізге тек қана сәттілік тілеймін. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі қонағымыз ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев болды. Сау болыңыздар.